Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін математика сабағының 19-шы сабағын бастаймыз. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бізді жоғалтып алмас үшін лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Ал біз бастаймыз. Бірінші есеп. Сөздердің қалай айтылатынын тыңда, дауысты дауыссыз дыбыстарды сана, жазуларды түсіндір. Балалар, ең бірінші сөздерді түсіндіріп шығайын, я? Қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз? Қазақстан деген сөзде балалар 3 дауысты қызылмен белгіленген және 6 дауыссыз әріп бар екен. Орысшасы Казахстан. Балалар, бұл жерде де 6 дауыссыз, 3 дауысты әріп бар екен. Келесі. Достық. 2 дауысты, 4 дауыссыз әріп бар екен. Дружба. Бұл жерде де орысша сөз, дружба, достықтың аудармасы. 4 дауыссыз, 2 дауысты әріп бар екен. Балалар, халық деген сөзде бізде 3 дауыссыз, 2 дауысты әріп бар екен. Оның орысшасы народ. Бұл жерде де 2 дауысты және 3 дауыссыз әріп бар екен. Енді осының жанына берілген есептерді бірге шығарайық балалар. 6 қосу 3 тең 9, 3 қосу 6 тең 9, 9 азайту 3 тең 6, 9 азайту 6 тең 3. 4 қосу 2 тең 6, 2 қосу 4 тең 6, 6 азайту 2 тең 4, 6 азайту 4 тең 2, 3 қосу 2 тең 5, 2 қосу 3 тең 5, 5 азайту 2 тең 3, 5 азайту 3 тең 2. Балалар, бірінші есебіміз осымен аяқталды. Екінші есепке көшейік. Екінші есеп. Досыңа сандардың құрамы бойынша сұрақтар қой. Балалар, 7, 8, 9 сандар берілген. Осылардың құрамын бірге жазайық. 1 қосу 6 тең 7, 2 қосу 5, 3 қосу 4, 4 қосу 3, 5 қосу 2, 6 қосу 1 тең 7 болады балалар. Келесі есеп. 1 қосу 7, 2 қосу 6, 3 қосу 5, 4 қосу 4, 5 қосу 3, 6 қосу 2, 7 қосу 1 болады балалар. Келесі 9-дың құрамы. 1 қосу 8, 2 қосу 7, 3 қосу 6, 4 қосу 5, 5 қосу 4, 6 қосу 3, 7 қосу 2, 8 қосу 1 болады. Балалар, есебіміздің барлығы түсінікті болса, келесі сабаққа көшейік. Үшінші есеп. Әр суретке сәйкес сандардың қосындысы мен айырмасын таңда. Оны есептеп жаз. Балалар, бізде бірінші суретте алма берілген, 9 алма берілген, үшеуін сызып тастапты. Қай есеп сәйкес келеді? Дұрыс айтасың. 9 азайту 3 тең 6 деген есеп сәйкес келеді. Астындағы суретте бізде кубиктар берілген. 6 кубик, үшеуін сызып тастапты. Демек, 6 азайту 3 тең 3 деген есеп сәйкес келеді. Келесі бізде 9 ракетка бар, балалар. Оның 6-ы көк, 3-еуі қызыл. Осы ракеткаға балалар 6 көкке қызыл ракеткаларды қоссақ, 3 ракетканы, сонда 9 болады. Демек, 6 қосу 3 тең 9 деген есеп сәйкес келеді. Балалар, сабақ түсінікті болса, келесі есепке көшейік. Төртінші есеп. 3 санын қалай қосуға және азайтуға болады? Жазуларды түсіндір. Балалар, 3 санның құрамын біз сендермен өткеміз. 3 санын 1 қосу 1 қосу 1 десек те сол жауап шығады, және 2 қосу 1 деп жазсақ та сол жауап шығады. Демек, 6 қосу 3 9 болады. 6 қосу 1 қосу 1 қосу 1 тең 9 болады. 6 қосу 2 қосу 1 тең 9 болады. Балалар, келесі есеп. 9 азайту 3. Бұл жерде де 9-дан 3 алсақ 6 болады. 9-дан азайту 1, азайту 1, азайту 1 деп шығарсақ та 6 болады. Және 3 санның құрамындағыдай 2 мен 1-ді азайтып тастасақ та балалар 6 болады. Егер сабағымыз түсінікті болса, бізге лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.